2011-2020 жылдарға арналған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының пилоттық жобасы бойынша Қарағандыдағы Ғабиден Мұстафин көшесіндегі 26 үйге күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Мердігер компания жұмысты қараша айына дейін аяқтаймыз деп отыр. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Бұл үй сонау 50 жылдардың басында салынған. Содан бері жөндеу көрмеген көне ғимарат тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына бірінші болып енгізілді. 25 пәтерлі баспананың электр желісін, газ құбырын, су және жылу жүйелерін жаңартып, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге, әрі ауласын абаттандыруға мемлекет қазынасынан 26 миллион теңге бөлінген. Жильцы мы сами, конечно, не в состоянии будем собрать такую сумму. Шатыр, қабырға, жертөлені жөндеуге кететін қыруар қаражатты біз, тұрғындар өз есебімізден жасата алмас едік. Сондықтан үкімет ұсынған бұл бағдарлама біз үшін үлкен көмек. Алғысымызда шек жоқ. Конечно, не сразу мы пришли к решению. Бастапқыда жөндеу жұмыстарына тұрғындардың бірі келсе, енді бірі күдікпен қарап қарсы болды. Соңында бір шешімге келдік. Себебі біздің үй өте ескі, шатырынан су ағады, құбырлары да шіріп кеткен. Ал оны қалпына келтіруге біз қауқарсызбыз. Бұл бағдарлама мемлекет тарапынан жасалып отырған үлкен мүмкіндік екенін түсінді жұрт. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары қарқын алған. Тұрғын үйдің шатыры толық жаңартылды. Жақын күндері қабырғалар жөнделіп, жылыту материалдарымен қапталады. Сондай-ақ көп қабатты үйдің жертөлесіне автоматтандырылған жылыту бекеті орнатылды. Әмбебап қондырғы жылуды күн райына және ғимараттағы температураға қарай үнемдеп береді. Сол арқылы коммуналдық төлемдерге кететін шығын 30%-ға дейін азаймақ. Қысқасы мұнда энергия көзін үнемдеудің инновациялық технологиясы енгізілген. За счет сэкономленных денег жители смогут. Құрылыс жұмыстарына бөлінген қаражатты тұрғындар 10 жыл ішінде қайтара алады. Біздің есебіміз бойынша бұл үйдегі әр пәтер иесі әр ай сайын 1842 теңгеден төлейді. Мемлекетке қайтарылатын қаражат еш пайызсыз. Бұдан тұрғындар еш ұтылмайды. Мамандардың айтуынша бүгінгі күні Кеншілер қаласындағы көп қабатты үйлердің 30%-ы жөндеуді қажет етеді. Қазір мемлекеттің арнайы бағдарламасымен баспаналарын жөндеткісі келетін тұрғындармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Әзірге облыс бойынша көп қабатты 9 үйдің тұрғындары баспаналарын жаңартуға ниет білдірген. Ардақ Асылханұлы, Василий Сапкин, Хабар агенттігі, Қарағанды облысынан.